Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тағы да бір қыста рахаттанып жейтін, әсіресе қою тамақпен дәмі керемет үйлесетін салаттың бір түрі лечо салатының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және де видеоның ең маңызды жерлерін өткізбей, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен көкөністердің барлығына жақсылап жуып тазартып аламыз. Сосын пиязды видеодағыдай етіп турап аламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде толық жазып қалдырамын. Міне пиязды да турап алдық. Келесі болгарскийді видеодағыдай ірілеу етіп, 4 етіп турап аламыз. Негізі лечо салатында болгарскийдің осындай қызыл түрін алғандарыңыз дұрыс. Салатқа ерекше дәм береді. Міне барлық болгарскийді турап алдым. Келесі бізде сәбізді осындай сеоркадан шығаратын боламыз, ірі жағынан. Міне сәбіздің барлығын сеоркадан шығарып алдым. Келесі чеснокты да видеодағыдай етіп, барлығына біркелкі етіп турап шығамыз. Чесноктың барлығын біркелкі етіп турап шықтым. Келесі укроп пен петрушканы турайтын боламыз. Видеодағыдай орташа үлкендікте барлығына турап шығамыз. Барлығыны біркелкі етіп турап шықтым. Келесі бізде ащы қызыл бұрыш қосатын боламыз. Мен 2 ащы қызыл бұрыш қостым. Егер қатты ащы болған қаламасаңыз, біреу қоссаңыз да болады. Ащы қызыл бұрышты да турап алдым. Келесі бізде помидорды да видеодағыдай етіп, барлығына алдын ала турап аламыз. Сосын мясорубкадан шығаратын боламыз. Міне барлық помидорды біркелкі етіп турап шықтым. Енді мясорубкаға салып, барлығына шығарамыз. Міне барлық помидорды мясорубкадан біркелкі етіп осылай шығарып алдым. Енді қазанымызды газға қойып, ішіне майды құйып, қуырып бастаймыз. Мен бұл жерде 100 грамдай май құйдым. Сосын қызған майдың үстіне пиязымызды салып, 5-7 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Пиязды да қуырып алдық. Енді үстіне алдын ала турап алған болгарскийді саламыз. Болгарскийді да асықпай жақсылап араластырып, 5-7 минуттай қуырып аламыз. Болгарскийді да жақсылап қызартырып қуырып алдық. Енді үстіне сеоркадан шығарып алған сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, бұны да асықпай 5-7 минуттай қуырамыз. Қуыру барысында осылай жақсылап араластырып тұрамыз. Енді үстіне турап алған ащы қызыл бұрышымызды саламыз. Ащы қызыл бұрышты да салып, жақсылап араластырып жібереміз. Міне барлығын жақсылап қуырып алдық. Көріп тұрғандарыңыздай көлемдерде кішкене кішірейген әдемі болып қуырылды. Енді үстіне мясорубкадан шығарған помидорымызды құямыз. Міне помидордың барлығын салып алдық. Енді барлығына біркелкі етіп араластырып аламыз. Сосын астына жоғары отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Міне бір қайнап шықты. Көріп тұрғандарыңыздай енді тұзын салатын боламыз. 2,5 ас қасық тұз салдым. Кейіннен тұзы аз болса тағы да қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып, астыны орташа отқа қоямыз. Орташа отта әдемі болып қайнау керек. 10 минуттай қайнағаннан соң үстіне 70% уксус қосатын боламыз. Бұл жерде мен 2 ас қасық уксус қостым. Сосын үстіне осындай лавр жапырағын саламыз, 2-3 штук. Егер ұнатпасаңыз, салмасаңыз да болады. Сосын жақсылап араластырып жібереміз. 40 минуттай орташа отта жақсылап қайнау керек. 20-30 минут қайнағаннан соң пісуіне жақын қалған кезде турап алған чесногымызды саламыз, ал оның артынан турап алған петрушкамыз бен укропымызды саламыз. Екеуін де салып, жақсылап араластырып жібереміз. Егер тұзы аз болса, тұзын да салып жібереміз.
Тағы да 10-15 минут қайнағаннан соң салатымыз дайын болады. Осы уақыт аралығында банкаларымызды стерилдап дайындап аламыз. Мен мантоваркаға су қайнатып, үстіне банкаларды қойып 15 минуттан стерилдап алдым. Ал крышкаларды қайнаған суға салып қойып стерилдадым. Осылайша банкам мен крышкамды дайын. Осы уақыт аралығында салатымыз да қайнап дайын болды. Жақсылап бір араластырып жіберіп, банкаларымызға құйып, жаба берсек те болады. Міне барлық банкаларымызға бір келгетіп құйып шықтым. Енді банканың бойын суытпай, осындай закрывалкамен барлық банкаларды жақсылап жауып шығамыз. Осы банканың крышкасын жапқан кезде крышканың жақсы жабылғанына көз жеткізіңіздер. Банканы ары-бері аунатып, крышканы жақсылап қараңыздар. Міне барлық банканың крышкасын жақсылап жаптым. Салатымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түсі де өте әдемі болып шықты, дәмі де керемет болып шықты. Сіз де осы әдіспен жасап көріңіз, өте керемет болып шығады. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.